Üçüncü часть. Шөптерді аламыз, жұламыз. Шөптер ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл арам шөп қой. Арам өздері ше. Сондай арам өздері. Не тағы бар. Болады білмей қойын ше. Түр албасты ше. Беруге қорқасың. Ай! Что осындай. Достар тағына арам шөп па не екен білмеймін. Иші андай бір түрлі еш шығады осының ше. Осын бәрі тураймыз. Мынау столда болады екен бір жағына. Осы жерге отырып тамақ істейміз. Тамақ не салат деген. Менде мынандай тупой бұққан пышақтар бар. Біз мынаның оларға негізі болмайды екен мынандай дәу-дәуден беріп ше. Оларға турап беру керек обязательно. Сосын тураймыз. Короче, достар, мен турайын деп жатырмын. Ана шөпті әдемі кеседі екен. Мен тупой ма десем. Шөпті зато шөпті жақсы кеседі. Біз былайынша тауықтарға, сондайларға шөп береміз ғой. Оларға былайынан бермейміз екен. Олар қақалып қалады. Оларға кесіп беру керек шөпті. Қорқпаңыздар, мен қолын кесіп алмаймын. Бұл бір жағында тупой пышақ екен негізі. Мен тупой емес деп ойласам. Шынымен де тупой екен. Жұлып кесу керек қой. Оларға неген айту осылай шөп жеген. Бұрынға шөп жақсы көреді. Мына маған керек емес болса да тақтай қып істеймін. Жоқ, шай ішпеймін. Хлорка ішпеймін. Короче, өйсі. Өйстіп тастауға болады. Менен совет алыңыздар. Соғысайын ба, соғыспай қойшы. Оның екеуіне де аз болады. Енді пока что береміз достар. 4-ші часть. 10-ші часть қален баратын сияқты.